Мадина жұптық ара қатынасқа нүкте қойды. Күтпеген жағдай орын алды. Мәдина әлеуметтік желідегі парақшасында ержігіттің эфир сыртындағы қызы жайлы бар шындықты айтты. Мадина бағанағы эфирдегі болған оқиғадан кейін үйге келіп, өз-өзіме келіп дайрегімді ашып қарасам, көп кісілер жазыпты. Достар, бізде бәрі жақсы болған. Мен ілік іздейтін болсам, таныстықты өзім бастамайтын едім. Қадамдар жасамайтын едім. Ол үшін өзгермейтін едім. Бұл жерде менің сенімсіздік ұялатып тұрған нәрсе, ол ақпаратты маған бір кісі жіберді. Тіпті ол қыздың парақшасында жіберді. Ол қызға мен жаздым. Ол қыздың өзі үндемей отыр. Ержігіт қазір, например, менімен сөйлескісі де келмейді. Мен содан кейін әрине күдіктенем. Бұл жерде мені кінәлаудың қажеті жоқ. Бәрін уақытымен қалдырайық, деп көзіне жас алды Мәдина қызымыз. Еске салайық, Мадинаға ержігіт жайлы ақпарат келген болатын. Ханзада мырза Ақерке есімді қызбен кездесуде болған. Желі қолданушылар мен қолдаушы апалар жарыса жазды. Кеш болмай тұрып ойлан, мына қыз тырнақ астынан кір іздейді де отырады. Ортаға әдейі қыздар от тастап отыр ғой. Ержігітке сену керек. Қыдыратын болса, осынша жасқа дейін бойдақ болмас еді ғой. Мадина тұрмысқа шығуға дайын емес пе, артқа қарай тарта береді. Ержігітке үйлену керек, әрине, жаңа айтып отыр ғой. Мадина да ілік іздейді де отырады екен. Не керек, бәле іздеп саған деген көз қарасы жақсы ғой. Сенің көңіл күйіңе қарайды да отырады ғой. Ержігіттен басқа саған қандай жігітке? Таңдаған тазға, ақылы азға, бір алқашқа тап болсаң, не істейсің? Басына қонайын деп тұрған бақтан айырылып қалма. Саған қандай еркек керек, сымпылдайсың да отырасың. Алдыңа жан салмай, соғанда шыдап отыр ғой. Кім не айтпайды, көре алмаушылар көп. Қызғанатындарда баршылық, қой, ойлан. Деп жарыса жазды. Көрермендер, ержігіт пен Мадина қайта қосыла ма?